Қыздар, бүгін де ешкім келмейді. Мүмкін ертең, бәлкім біреу есікті тарс етіп ашады. Менің ойымша ешкім келмейді. Біреу келер деп үміттенгенде, жай көңілімді ауыртам. Мен күтуден шаршадым. Бірақ күткім келеді. Қыздар, айтыңдаршы, бізді неге бұл жерге тастап кеттікке? Біз соншалықты не істеп қойдық? Бізге неліктен мейірім жоқ? Жоқ, Сезім, сен олай ойлама. Біздің міндетті түрде анамыз бұл жерден құтқарады. Мен оған сенем. Қыздар, білесіңдер ме? Кейде барлығы бір күнде күрт өзгеретіндей болып көрінеді. Біреу келіп, жүр, өз үйіңе қайтасың деп айтатындай. Бірақ осы уақытқа дейін ештеңе өзгермеді. Біз осы уақытқа дейін ұзақ күтіп келеміз. Айтайықшы қыздар, ішімізде не бар екенін айтып көрейін. Сөзсіздігі ол ауыр, мен білем, мен де сондай күйге кетемін. Бірақ мүмкін жанымыздағы жақын адамдарымызбен бөліссек, ішіміздегі ауырлық жеңілдер. Менің анам ұзақ уақыт бойы ауырып, төсек тартып жатып қалды. Мені қарауға деген шамасы болған жоқ. Сол себепті мені осы жетімдер үйіне жіберді. Бірақ маған келемін, сені алып кетемін деп сөз берді. Содан бері мен оның сол сөзіне әлі сеніп келемін. Әр күн сайын есік селк етсе, мүмкін бұл менің анам шығар, мені алып кетуге келген шығар деп ойлаймын. Бірақ әр күн сайын өзімді алдайтындай болып қоямын. Бірақ мен сенгім келеді. Ал мен анамды жек көрем. Білесіңдер ме? Менің анам мені таңдаған жоқ. Ол басқа өмірді таңдады. Бірақ мен оны әлі де сағынам. Мен оны түсімде көргім келеді. Оның қызым деген бір өз сөзін естігім келеді. Менің анамды кішкентай кезімде жаман ағалар алып кетіп еді. Сол кезден бері мен оның көзін көргім келеді. Ол маған келіп алып кетемін деген уәдесін естідім. Ол уәдесінде тұрады деген ойдамын. Ақтілек, сен маған қарағанда бақыттысың ғой. Сен өз анаңды көрдің. Ал мен болса өз қиялынан салған анамның суретін ғана көре аламын. Оның шындыққа жанаспайтын ба еді? Көңілім қатты түсіп кетеді. Оның терезеге қарап отырады. Анау есік ашылар деп күтем. Мен терезеден анамның жылы жүзін, ал есіктен болса оның дауысын естігім келеді. Бір күні анам келіп, есікті ашып, мені құшақтаған кезде, мен әлемдегі ең бақытты адамдардың бірі боламын. Тағы да қиялданып, жылап отырсыңдар ма? Жылағаннан ештеңе өзгермейді. Одан да сабақтарыңды оқып, ертеңгі күнді ойлаңдар. Мына сендерді, мына жерден ешкімді құтқара алмайды. Осы уақытқа дейін ата-аналарына керек болмағанда маған керексіңдер деп ойлайсыңдар ма? Сосын қыздар, мына бөлмені жинап, уақытылы тамақтарыңды ішіп, ертерек жататын болыңдар. Түсіндіңдер ме? Иә. Көрдіңдер ме? Естідіңдер ме Майра апайдың не деп айтқанын? Сендердің жаңадан бері айтып отырғандар сөздердің барлығы өтірік. Бізді ешкім ешқашан құтқармайды. Біз бұл жерге мәңгілікке қаламыз. Жоқ, Сезім, сен олай ойламашы. Бір күні бәрі де өзгереді. Біздің анамыз келіп, бізді бұл жерден құтқарады. Мен оған сенем. Және
іші майра пайда. Мынау балалар үйіндегі әр жетім мақсат арманымен қатар күнделікті қайталана беретін, анасын күтудегі бітпес әрекеттер де болады. Ал менің әрекетім болса, мынау тереземен анам есікке қарап отыру. Мен есіктен кірген анамның жылы жүзін көргім келеді. Менің үмітімді ештеңеде ешқашан да сөндіре алмайды. Бірақ күнделікті қанша рет осы әрекетімді қайталасам да, оның кейде пайдасы жоқ екенін түсінемін. Бірақ мен сенемін, бір күні үмітім ақталады. Менің анам келіп, мені бұл жерден құтқарады. Мен кейде анамның ескі суреттеріне ұзақ уақыт қарап отырамын. Осы суреттерге қарап отырып, анам мені қалай еркелететін еді, қалай мені құшақтайтын еді. Сосын ойланамын, қанша уақыт күтуге болады. Кейде шаршаймын, бірақ мені сол бір үнсіз үміт жібермейді. Мен өзімді анамсыз, жалғыз сезінемін. Бірақ қыздар, бәріміз бірге болсақ, бәлкім жүрегіміз жазылар. Бәлкім біз анау ойнап жүрген балалар сияқты бақытты болармыз. Менің айтқаным дұрыс емес пе? Менің анам 12 жасымда келіп алып кетемін деп сөз беріп еді. Сол сөзімен әлі де есіме аламын. Ол күнді әлі де күтудемін. Мен анамның домалақ жылы жүзін, қиылған қасын және қою қара түсті көзін елестетіп осы сурет салам. Сол кезде ғана өзімді бақытты сезінемін. Қыздар, бізге қонақ келді. Неме ұятқа қалдырмай, дыбыстарыңды шығармай отырыңдар. Есіңдер ме, қыздар? Қонақ келді дей ме? Не деді ма тәрбиеші апай? Мүмкін менің анам шығар, мені алып кетуге келген. Жоқ, ол менің әкем шығар. Жоқ, қыздар, сіздер қателесесіңдер, ол менің әжем шығар. Жоқ, қыздар, менің әпкем шығар. Жоқ, ол менің анам шығар. Бүгін менің туған күнім ғой. Сезім туған күнімен. Рахмет. Анашым. Кешірші мені. Сен әдейі сені іздеп келдім. Я, анашым, мен сізді кешіремін. Мен сізді сондай қатты сағындым. Мен де сені сондай қатты сағындым. Мен сені күнде ойладым. Тамағын ішіп жүрме, жылы киініп жүрмекейін деп. Кешір алса мен, кешірші қызым. Енді бізді ешкім ажырата алмайды. Енді екеуміз мәңгілік бірге боламыз. Қарашы, саған не алып келдім? Сен бүгін туған күнің ғой. Әдемі қуыршақ пен әдемі жылы кәжеке алып келдім. Киіп көрші, жасаймын деп. Әдемі екен. Қараңызшы, анашым, маған елесе ме? Сен сондай сұлу болып тұрсың. Бұл көйлек саған арнайы тігілген дейді. Және қасындағы құрбыларына да сыйлап. Қыздар, қараңдаршы маған, анашым, қандай кәжеке алып келді. Ал бұл сендерге алып келген сыйлықтары. Рахмет, сезім. Қызым, ал анашым. Мен қазір сен құжаттарыңды реттеймін. Және екеуміз де өзіміздің туған үйімізге кетеміз. Ал сен құрбыларына барып жинап ал. Жарайды. Міне, сезім, көрдің бе? Сенің арманың орындалды. Сен сонша уақыт күткен сәтің келді. Сенің анам қазір сені өзінің үйіне алып кетеді. Біздің де осындай үмітіміз ақталар деп сенемін. Я, Лейсан, сенің сөзіңмен толықтай келісемін. Көрдіңдер ме, қыздар? Сезімнің қаншама уақыт күткен арманы орындалды. Мүмкін біздің де арманымыз осылай орындалар. Иә, қыздар, біз сезімнің бақытына ортақтасамыз. Біз әртүрлі ұлт өкілдері. Мен өзбек, мен ұйғыр, Мен татар. мен орыс, мен қазақ. Бәріміз бір жерде тамақтанып, бір жерде жаттық. Бір-бірімізге қамқор болдық. Тіпті бір үйдің баласындай болдық. Қыздар, көрдіңдер ме? Сезім секілді біздің әрбір үмітіміз ақталады. Біз бірге болсақ,
ұрыспай тұрғанда. Үнсіз үміт драмалық қойылымының авторы Жаңқала мектеп гимназиясының қазақ тілі әдебиет пәні мұғалімі Борашева Салтанат Жанғалиқызы. Ақтілек есімді қыздың рөлінде ойнаған Мұрат Кәусар. Өзбек қызы Зарифаның рөлінде ойнаған Нұғман Асылзар. Орыс қызы Үміттің рөлінде ойнаған Сәлім Айзере. Арманы орындалған Сезімнің рөлінде ойнаған Ермекқали Аяны. Қатал тәрбиеші апайдың рөлінде ойнаған Мұрат Нұрсезім. Қызын алып кеткен ананың рөлінде ойнаған Максим Жамбута. Ұйғыр қызы Ләйсәннің рөлінде ойнаған Серік Сабинов.